Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, Украина мен Америка келісімге келді. Бұл хабар бүкіл әлемге тарап жатыр. Украина мен Американың мемлекеттік қызметкерлері Сауд Арабиясының Джидда қаласында кездесті. Осы кездесу кезінде Украина мен Американың арасында келісім жасалды. Енді келісімге сәйкес Ресей мен Украинаның арасында осы кезге дейін болып келе жатқан қанды қырғын, яғни атысты 30 күнге дейін тоқтату туралы келісім жасалды. Бұған Украина келісім берді. Ендігі кезекте Ресей. Осыған байланысты нақты кімнің бұл соғысқа кінәлі екенін, кімнің бұл соғысты тоқтатпай отырғаны анықталады дейді Американың тарапы. Американың мемлекеттік хатшысы Марко Рубио осы туралы ашық айтты. Яғни бұны біз дейді Москваға ұсынамыз. Егер Москва бұны қабылдамайтын болса, онда бұл соғыста кінәлі кім екені, яғни бұл соғысты кім тоқтатпай отырғаны бүкіл әлемге әйгілі болады деді. Мемлекеттік хатшысы, яғни Американың мемлекеттік хатшысы былай дейді. Мемлекеттік хатшы Марко Рубио былай деген болатын: енді таңдау Ресейдің қолында. Егер олар бітімге келуден бас тартса, бұл бейбітшілікке кедергі келтіретін басты фактордың кім екенін көрсетеді деген болатын. Міне, осынау келіссөздің нәтижесінде Украина өз тарапынан атысты тоқтатуға келісті. Яғни адамдардың өліміне жол бермеу мақсатында. Ал енді Зеленский айтып отыр Америкаға, енді осыған Москваны көндір деп отыр. 30 күнге атысты тоқтату. Бұл соғыс басталғалы 3 жылдың ішіндегі ең үлкен өзгеріс болғалы тұр. Өйткені тараптар қандай да бір келісімге келу үшін алдымен сөзсіз атыстың тоқтауы керек. Содан кейін барып екі тараптың өкілдері келіссөз үстеліне отырады. Бірақ бұл жерде үлкен бір қорқынышты нәрсе де бар. Ол қандай? Біріншіден, Москва бұл келіссөзге келісе ма? Яғни атысты тоқтатуға келісе ма? Зеленский бұны мақұлдап отыр. Яғни біз атысты өз тарапымыздан тоқтатамыз деп отыр. Бірақ Ресей де тоқтату керек дейді. Яғни Ресей тарапы Путин бұған келісе ма? Екіншіден, егер шынында да Путин бейбітшілікті қалап бұл атысты тоқтататын болса 30 күнге, бұл уақытша бітім қашанға дейін жалғасуы мүмкін? Путин бұл келісім сөзді бірінші бұзғанға дейін ба, әлде Зеленский бұзғанға дейін ба? Үшіншіден, бұл бітім Путин үшін сәл демалып, 3 жылдан бері әбден қалжыраған Ресейге тоқтап, демалдап, аялдап күш жинауға мүмкіндік беріп қоятын нәрсе емес па? Яғни Зеленскийдің осы кезге дейін айтып келе жатқан мәлімдемесін білесіздер. Егер де Ресей қандай да бір келісімге келетін болса, бұл келіссөзді уақытша бітім деп қарап, Кремль алдағы соғысқа мықтап дайындалу мүмкін, яғни олардың тоқтап демалуына мүмкіндік беріп аламыз деп неше рет мәлімдеме жасаған болатын Зеленский. Сондықтан бұл бітім шарт екі мемлекет үшінде ұзаққа созылған бітім болуы керек. Уақытша бітім болатын болса, бұл Путинге қайтадан күш жинап алуына мүмкіндік беретін өте үлкен, бұл жеңіс емес, үлкен қателік болып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан екі тарап келіссөзге келгендігі дұрыс, адамдардың өліміне жол бермеген ол да дұрыс. Және мағынасыз соғыстан бас тарту ол да дұрыс. Бірақ осынау 30 күндік бейбіт келіссөз, яғни атысты тоқтату туралы келісім Путин үшін тек уақытша болмау керек. Және Украина үшін де. Екі тарап кәдімгідей ұзақ мерзімді келісімге келу керек. Және соғысты осымен аяқтау керек. Алайда бар мәселе, енді Путин бұған келісе ма, келіспей ма? Егер атысты тоқтатуға Путин келіспейтін болса, жаңағы Американың мемлекеттік хатшысының өзі айтып отыр, онда бейбітшілікті бұзуға кім ұмтылып отырғаны бүкіл әлемге әйгілі болады. Міне, Москва енді қалай жауап берер екен, соны көрейік.